жылатты. Мама, мен сені сондай қатты сағындым. Білесің бе, мама? Кеше мені тәрбиеші апай ұрды. Жоқ, ештеңе істеп қойғаным жоқ. Жай ғана дәл осы жерде сені күтіп отырғам. Кенет сырттан жүзі сұлу әйелдің бейнесін көріп, оны өзінің анам екен деп, мама, мен мұндамын, мама, деп артынан ере бергенде суға қайып болып, терезе алдында көліп жерге құлап қалып. Тәрбиеші апай көріп қоймасын жосын деп тез шыдай бастағанымда тәрбиеші апай кетті. Рашөнелді, мама, апай, кешіріңізші, байқамай қалды дегеніне қарамастан ұра жөнелді. Мама, білесің бе сол апайдың маған не дегенін? Ей жетімек, сен өз әке-шешеңе керек болмағаныңда маған қайдан ғана керексің деді де одан әрі ұра берді. Мама, сол апайды ұрғанда мына жерім көгеріп ауырып барады. Мама, мен мына жетімдер үйінде қатты қиналып кеттім. Өтінемін, келді мені алып кетші, өте берем, бұзық болмаймын. Адам емес, хайуанды өз баласын қорғаштай береді емес пе? Сен хайуан емес, адамсың ғой, мама. Сен менің анамсың ғой, мама. Тәңірім, кішкентай ғана бала жүрегімен жалынып сұраймын. Менің анамның жүрегіне титтей болса да беріп шуағын төкші. Сөйтсін жоқ мені мына